Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде тазалық видеосы болады. Яғни осылай қасықтарымызды, ыдыстарымызды ағартып, майын кетіретін боламыз. Осылай қасықтарымыздың барлығын бір ыдысқа салып, ас содасын және тұз салып, су құйып, жақсылап қайнататын боламыз. Біздің ыдыстарымыз қарайған, кішкене майлары бар ыдыстар. Осылай барлығын бір ыдысқа салып, бір қайнатып аласыздар. Қараңыз, қалай ағарып, кірінің бәрі шықты майы. Сосын барлығын тазалап, жуып шайып алатын боламыз. Барлық майы кірі кетіп, біздің ыдыстарымыз жалтырап, осылай әдемі болып қалды. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай тазалау әдісі. Осылай бір қайнатып алсаңыздар болды. Енді қайнап тұрған суымызға кішкене пісте май және де ферри құйып, енді майлы ыдыстарымызды кетіретін боламыз. Кір ыдыстарымызды мен жай ғана сіздерге тарелканы көрсеттім. Негізі кез келген майлы, қатып қалған бір дақтары бар ыдыстарды жусаңыздар болады. Осылай бір қайнатып аласыздар. Өзі кірінің бәрі ағып түсетін болады майы. Ешқандай ысқылап жуудың қажеті жоқ. Жай ғана осылай жуып шайып тазалап аласыздар. Ыдыстарыңыз ағарып, тап-таза болып қалады. Сковородка, қазан, өте майлы ыдыстарды осылай кетіруге болады. Майлықтарыңызды жусаңыздар болады.